Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы елдер мен аймақтардың экономикалық дамуы. Экономикалық даму деңгейін анықтайтын негізгі көрсеткіштерге келіп тоқталатын болсақ, ел экономикасының типі, аумағы, халқының саны мен еңбек ресурстарының ерекшеліктері. Жалпы ішкі өнім. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім көлемі елдің өндірістік қуатының басты көрсеткіші. Халықтың өмір сүру деңгейі, халықаралық еңбек бөлінісіндегі елдердің орны, оның әлемдік экономикадағы рөлі. Жалпы ішкі өнім көлемі бойынша әлемдік көшбасшылар мен айырмашылықтарына кеп тоқталатын болсақ, экономикалық дамуындағы айырмашылықтар әлемдік экономиканың маңызды аспектісі болып табылады. ақш жан басына шаққанда жалпы ішкі өнімі 44 мың ақш доллар, ірі экономикалар арасындағы көшбасшы мемлекеттің бірі. Люксембург, яғни 71.400 ақш доллар, әлемдегі ең жоғары көрсеткіштердің бірі, шағын бір қатар өте дамыған экономика. Мадагаскар 900 ақш доллары, дамушы елдердің жарқын мысалы экономикалық қиындықтармен бетпе-бет келуде. Бұл көрсеткіштер елдердің әл-ауқаты мен даму деңгейін көрсетеді. Сонымен қатар елдердің экономикалық даму типтеріне келетін болсақ, дамыған елдер. Нарықтық экономика, жоғары технологиялар, қызмет көрсету саласының басымдылығы. Өтпелі экономикасы бар елдер индустриалдану кезеңінде құрылымдық өзгерістер жүріп жатыр. Сонымен қатар дамушы елдерге келетін болсақ, ауыл шаруашылығы мен шикізатқа тәуелді экономикалық әлсіздік. Қазақстанның экономикалық дамуы мен аймақтық ерекшеліктері. Қазақстан экономикасы қарқынды дамып келеді, бірақ аймақтық теңсіздіктер әлі де бар. 2006 жылы жалпы ішкі өнім 1400, яғни 143 миллиард ақш долларын құрады. Жан басына шаққанда 9400 доллар. Аймақты дамыту теңсіздігі өндіріс пен ресурстардың әртүрлі деңгейіне байланысты өңірлер арасында айырмашылықтар байқалады. Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық құрылымына келетін болсақ, бірінші сектор. Ауыл шаруашылығы дамыған елдерде 2-3% ғана, бірақ дамушы елдерде басым. Екінші сектор өнеркәсіп, өтпелі экономикасы бар елдерде басым индустриалдандырудың негізі. Үшінші сектор және төртінші сектор қызмет көрсету. Яғни бұл жерде елдерде жетекші инновация мен технологияларға негізделген. Яғни дамып кеткен елдерді айтамыз, технологиялары негізделген. Келесі экономикалық даму кезеңдері мен аумақтық орналасуына келетін болсақ, индустриалдандыру деңгейі кезеңі және индустриялық кезең, сонымен қатар постиндустриялық кезең болып көрсетіледі. Бұл жерде қызмет көрсету саласы мен технологиялар басты орынға шықты. Ақпараттық қоғам қалыптасқан үш түрге бөлінеді. Сонымен дамыған елдердің экономикалық өсуінің ерекшелігіне келетін болсақ, көшбасшы елдер, яғни үлкен жетілік елдер, ақш, Жапония, Германия, Франция сияқты елдер ғылыми техникалық төңкеріс пен инновацияның қозғаушы күші болып табылады. Экономиканың ашықтығы, халықаралық сауда мен инвестицияларға жоғары деңгейде қатысуы. Қызмет көрсету саласы экономиканың негізгі қозғаушы күші. Яғни жоғары өмір сүру деңгейі, жалпы ішкі өнім, энергияны тұтынудың жоғары деңгейі. Сонымен қатар Қазақстанда экономикалық цикл мен даму проблемаларына келетін болсақ, тарихи шолу. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін алғашқы жылдары экономикалық қиындықтарға тап болды, 1902 жылдар аралығында. Өндіріс көлемінің мысалы қысқаруы, экономикалық дағдарыстар пайда болды. Қазіргі кезеңде бүгінгі таңда Қазақстан тұрақты нарықта экономикаға өтіп, дамудың жаңа мүмкіндіктеріне ие болды. Реформалары жақсара бастады. Қорытындылай келе, елдер мен аймақтардың дамуы кешенді және көп қырлы процесс. Көптеген факторлар экономикалық даму деңгейін анықтайтын саяси, әлеуметтік және географиялық факторлар кешені. Сонымен қатар аймақтық ерекшеліктер, даму типтері мен өңірлік айырмашылықтарын ескеру маңызды. Бұл саясатта әзірлеуде негізгі рөл атқарады. Тұрақты даму. Қазақстанның даму жолы тұрақты өсім мен халықтың әлеуметтік әл-ауқатын арттыруға бағытталған. Бүгінгі сабақта, яғни экономиканың даму деңгейін толыққанды талдап шығатын боламыз.